Сәлем қыздар, мен есімім Дана Мырзақұлова, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мини вуппи пай пирожныйын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қажетті өнімдер. Вуппи пайдың менің каналымда тестасы бар. Дәл сол рецепттен міне кішкене қалдырып қойдым. Астына рецепті мен сіздерге міндетті түрде жазып қалдырамын. Дәл осылай қараңыздар, барлығын салам. Вуппи пай тестасын. Енді тефлонның бумага деп аталады. Бұл жуылып, қайттан қолдануға болады. Яғни пергамент бумага сияқты бір қолдан қайттан лақтырып тастамайсыздар. Жуып, қайттан қолдана бересіздер. Одан кейін осындай пирожный жасағанға осындай кескін тәрізділер бар. Кондитерлік магазиндерде 500-600 теңге тұрады. Және осындай капсулаға мини вуппи пайды қазір жасауды көрсетеміз. Оны қалай жасаймыз. Қараңыздар. Дәл осылай, бұлай жасасаңыздар да болады. Бұлай пирожный қылып, кейбіреулер де осылай жасайды. Бірақ мен бұлай жасауға не советую, не себепті. Яғни біреу кішкентай болып қалады. Лучше сіздер осыны бұлайына полный төсеп, 4-1-3 немесе домалақ етіп, духовкаға пісіріп аласыздар 11-12 минут. Содан кейін ғана алған соң бұлайны кесіп жерсеңіздер, зато сіздерде барлығы бір келкі болып шығады. Мен сіздерге көрсетем. Бұны доп-домалақ қылу деген шарт емес. Себебі бәрі алған соң бұлайынан кесеміз. Қазір мен 4-1-3 әртүрлі бұлайынан қылып жерем. 11-12 минут духовкада осының құр өзін пісіремін. Одан кейін крем жасап, вуппи пайымызды дайындайтын боламыз. Пирожный. Духовканы алдын ала қосып қойдық. Дәл осылай духовкаға салам. Бұлай бөлген жоқпын, еш нәрсе қылған жоқпын. Пісіп болған соң ғана бөлемін. Оған дейін біз қазір кремді жасап, яғни 11-12 минут құр уақытты кетірмей крем жасайтын боламыз. Ал ендеше кеттік. 11-12 минут духовкада шықты. Енді осындай ортаңғысымен бұлайынан кесіп шығам. Қараңыздар. Дәл осыны астына қоямын. Ортасына қазір крем жағамыз. Одан кейін үстіне осыны жағатын боламыз. Просто кесіп шығасыздар, қараңыздар. Зато сіздерде барлығы бір келкі болып шығып жатыр. Яғни біреу кішкентай болып шығып жатқан жоқ. Барлығы бір келкі. Қазір ортасына крем, одан кейін бетіне глазур жағамыз. Креметте болмай қалған жағдайда осындай 69%-ық творожный сырды қолданамыз крем жасауға. Бір тортқа граммын барлығын сіздерге астына жазып қоямын. Ыдыста міндетті түрде су қоя аласыздар. Су еш нәрсе болмауы қажет. Міндетті түрде су қой. Және де 1-2 сағат алдын ала шығарып қоймайсыздар. Крем жасайтын кезде салқын жерге жасайсыздар, духовканың қасына жасамайсыздар. 1-2 сағат алдын шығармай, 5 минут қалған кезде ғана крем шығарасыздар. Әйтпесе комнаталық температурада тұрып қалатын болса, сіздердің кремдеріңіз қою болмайды. Творожный сырды бірінші қосам, және оған сахарная пудраны қосам. Творожный сыр қосып болған соң сахарная пудраны қосамыз. Сахарная пудра обычный пакетикте сатылады. Мен өзіме удобно болу үшін осылай құйып алғанмын. Ванилин қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады. Біраз қасық ванилин қосам. Дәмін келтіру мақсатында. Иісі күшті осы ванилиннің. Именно осы ванилинді алыңыздар, басқа обычный пакетиктегі бір 15-20 теңгелік ванилинді алмай қойыңыздар. Дәмін жақсы шықсын десеңіздер, барынша профессиональный өнімдерді алуға тырысыңыздар. Міне, творожный сыр, сахарная пудра және де біраз қасық ванилинді қостым. Осының құр өзін 1-2 минуттай араластырамын. Сливкиді қоспай жатып, міндетті түрде бірінші шайқап аласыздар. Яғни астыңғы жағында қою бөлігі қалып кетуі мүмкін. Сондықтан міндетті түрде осылай сливкиді шайқап аласыздар. Бұның барлығы мұздай, яғни 5 минут алдын ғана шығарып аласыздар, 1-2 сағат алдын емес. Міне, творожный сыр, сахарная пудра барлығын араластырдым. Енді сливкиді өлшеп, сонымен араластырамыз. Кейбіреулер бірінші сливкиді қосып жатады. Әркім әртүрлі жасайды. Негізі ең оңай жолы сливкиді ең соңында қосқан сіздерге тиімді. Қыздар, қараңыздар. Осылай ұстаған кезде, міне, құламаса, значит біздің креміміз дайын деген сөз. Міне, әр жерін тексересіздер, бірақ жерін емес. Міне, қараңыздар. Бұлайынан ұстап жатырмын. Менікі мүлдем құлап жатқан жоқ. Значит бізде крем дайын деген сөз. Міне, бұл техникалардың барлығын дұрыс орындағандықтан, яғни
холодильникте 7-8 сағат кемінде тұрды. Одан кейін араластырған кезде де 4-5 минуттан артық араластырмайсыздар. Егер одан көп 10 минут араластырып кететін болсаңыздар, қайттан сұйық қалпына еніп қалады. Енді бөлек ыдысқа, міне, банка немесе бір бөлек ыдыс алып, осылай кремдеріңізді қойсаңыздар, өздеріңізге удобно болады. Сонымен біздің креміміз дайын. Кез келген торттарға, осылай вупипайға, молочная девушкаға осылай кремдерді қоссаңыздар болады. Кондитерский мешокты алып, қазір кремді жасап қойдық. Енді қараңыздар, мына жерде 336 деп жазылып қойған. Номері 336 насатканы алып, осындай кішкентай болады. Астына қолын төсейміз. Қазір осыған кремді салып, пирожныйымызды жасайтын боламыз. Астына төсейміз. Пакеттен полный алмау қажет. Яғни пакет көміп қалмау қажет. Астын тесіп бір орап аламыз. Енді қараңыздар. Дәл осыны домалатып кремді жағып шығамыз. Көрдіңіздер, аламыз, домалатып жағып шығамыз. Шеткі жағы әдемі көрінуі қажет. Барлығын дәл осылай жауып шығамыз. Енді біз глазур жасаймыз. Глазур жасау үшін бізге сливки және де қара шоколад қажет. Қазақстан шоколадты қолдансаңыздар да болады, немесе осындай кішкентай майда шоколадты қолдансаңыздар да болады. Килограмм ол. Қайнататын ыдысты аламыз. Сливки 100 грамм, шоколад 100 граммды өлшейміз. Екеуі де біркелкі болу керек. Егер 80 грамм сливки болатын болса, 80 грамм шоколадты өлшейсіздер. Қазір мен екеуінде 100-100 грамм. Сөйтіп газде қайнатамын. Осылай барлығын ертеміз. Астың жағын кішкене қаттырақ қойдым. 1-2 минуттай тұрсақ, 1-2 минуттай. Сонымен барлығы жақсылап ериді. Шоколад ерсе, все болды, тоқтайды. Глазур міне дайын. Все. Қазір енді құятын боламыз. Астын өшіреміз. Глазурымыз дайын болды. Чайный ложкамен беткі жағына былайынан қосып шығамыз. Бетіне клубника қоссаңыздар да болады, малина, өздеріңіз білесіздер. Дәл осылай барлығына былай жағып шығатын болады. Холодильникке қазір 10 минутқа саламын. Бетінде глазуры қатып, содан кейін клубника әрқайсысына қойып шықсаңыздар болады. Баршаларыңызға сәттілік тілеймін. Отбасыларыңызды осындай заказға қабылдасаңыздар, бұл қазір күшті кетеді. Бір адамға қонаққа, тойханада, кафеде жасағанға әдемі кетеді. Сәттілік тілеймін баршаларыңызға. Ал ендеше келесі видеода кездескенше. Маған шабыт беру мақсатында видеоға лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар.